Қайырлы таң, қазақ елі. Таңшолпанның бүгінгі қонағы Қытай Халық Республикасынан арнайы келген ақын, жазушы, этнограф, мемлекеттік тұлпар әдеби сыйлығының иегері Нұрила Қызыханқызы. Қайырлы таң, Нұрила апай. Таңшолпанға қош келдіңіз. Рахмет. Өзіңізді биылғы жылғы мемлекеттік тұлпар әдеби сыйлығының иегері деп таныстырып жатырмыз. Бұл Қытай Халық Республикасында өтетін аз ұлт өкілдерінің, қаламгерлерінің арасындағы байқау. Сіз осы байқауда биылғы жылы жеңімпаз атанған жалғыз қазақ жазушысыз. Енді осы әңгімемізді байқаудан бастайықшы. Мен бұл жолы Қытай Халық Республикасының бүтін мемлекеттік аз ұлттарға арналған мынау тұлпар сыйлығы дейді. Соның енді қазақтың ұлтынан енді бір сан болып қатынасыппын. Өзім қалайда енді олда бір мәреге жетуге қуаныш бағыстайды ғой. Бірақ жеткен биігім осы ғана деп өзім ойлаған жоқпын. Сыйлық дегеннің өзінде де бір дәуірлік, шарттық бір өлшемдер болады ғой. Енді бұл дәуірдің, бұл реткінің бір мәресіне жетті деп есептесе болады. Мен енді бір қанша тақырыптарға бой үріп жүрген қаламгермін. Жетем деген ойдар көп, жеткізуге уақыт пен шарт керек. Солай бір жұмыстарда жүрмін ғой. Атамекенге жиі келіп тұрасыз ба? Жалпы біздің Қазақстан жазушылар одағымен араларыңыздағы шығармашылық қарым-қатынас қалай? 2000 жылдан бері қарай 15-16 жыл болды. Келу кету біраз жиі десе болады, ағайындарымыз бар. Енді жазушылар одағы менен тікелей соның ұжымында болып, мүшелік қатынаста күнімге дейін енді жоқпын, бірақ енді сырттай енді бір енді мәдениет байланыс ретінде солай түсінеміз, солай қарым-қатынаста жүріп жатырмыз. Аңшылық хикаяттар атты кітабыңыз Алматыда жарық көрген. Мұнан өзге де шыққан туындыларыңыз бар ма? Аңшылық хикаяттарының алдында Ертістің ар жағында деген бір шағын өлеңдер жинағым шықты. Оны бір баспаларға бастырғам. Оны саны аз тиражбен шыққан, ерте таралып кеткен болу керек. Ол бірінші реткі бұл енді өлеңдер жинағы. Мен енді осы әдебиет, мәдениет саласына бірінші рет өзі ақындықпенен кірдім. Сондықтан енді бір өлеңдерімнің ішіне біразын ғана осы жерде бір рет қана шығарғам. Сол бір жинақ. Қазақтың ойы өрнектері қара өлең іспетті. Тек ұйқасын таба білу керек деген ой айтасыз. Жалпы ой өрнектерді зерттеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Ой өрнекті зерттеп жүргеніме көп уақыт болды десе болады. Мен енді бір қазақтың қызы сипатыменен, қазақ отбасының сипатыменен қаламнан бұрын кішкентайымыздан қолымызға ине, оймақ, біз қарындаш ұстаппыз сызатын. Ол енді сол кездегі тұрмыстың қажеті, әрі сол кездердегі ауылдағы бір қарапайым мектеп сияқты орта ғой. Бірақ сол кездерде мен бұны үлкен білім ретінде қабылдағам жоқ. Сол кезде өз табиғи өзі қалыптасқан. Бұның өз алдында кейін бұны зерттеуге тиіс сал екен, әспеттеуге тиісті екен деген ой маған кейін келді. Кейін бұл ой бірі осы ой өрнектің шарт жағдайы жақсарып, қазақ ой өрнектері енді әзір тілді жасампаздық дамуға өресі көтерілді. Өйткені оның заттық шарт жағдайы барлыққа келді. Барлыққа келген дәуірде біздің лап етіп бұрынғы аз ғана көрінетін ой өрнек әзір жабал бір үлкен бір мәдениетке аяқ басып жатыр. Бұны өздеріңіз де білесіздер ме? Кейін кездерде осыны зерттеушілердің мақалаларын көріп, зерттеушілердің әзіргі өресін көріп жүріп, мен бұған тағы да ішкерлей түсіп, бір зерттеу керек екендігі жөнінде өзіме солай ой пайда болды. Енді мына кітап әзір енді бірінші рет осы ой өрнектегі зерттеудегі нәтижем осы десе, осы бір кітап шығардым. Оның сыртында әзір 13 мақала дарым түрлі газет журналдарда басылым көріп жатыр. Кітаптың атының өзі қазақ ой өрнегінің құрылымы, ішкі түзілісі. Неге құрылымы деп айтамыз дегенде, бұның ой өрнекті әзір тұлғалық ретінде тануда тек қана сыртқы көлемінің үлгісіне қарамау керек. Онысы мына ішкі құрылымды
түсіндіріп бере алмайды. Бұның атауы, әзірге кейбір зерттеулерге қарасам, бұның тек қана сыртқы атауларымен ғана шектеліп жатыр. 200-300 атау, мәселен түйе, табан, қиықша, бұлай дөңгелек, табақша деп жүрсің, бұлар оның сыртқы көлемі. Оның ой өрнектің құрылымы. Құрылымы дегендеріміз сыртқы нәрседер, енді мұндай түрлі түзіліске енеді. Енді кейде мұнаны енді чарықшы, жүрекші деп атағанмен, мұнаны тұмаршы деп атағанменен, бұның атау тұрақсыз болады. Бұның ішкі элементтерінің түзілісі. Мен көп айтып жүрмін, мұна ұйқасының иірімі қаралөңнің ұйқасы сияқты деп. Мұны білген адамдар өзінің істілдік формасында түрлі ұйқастарға келтірген сияқты, бұның ішкі түзілісі істілдік өзгеріске ұшырап отырады. Бірінші қазақ оюының ерекшелігі осы мүйіз элементтерін әгіндей ұйқасқа құрап алу, мұна бір чаршыны үйіл дейміз. Мәселен, ағаштың бір түп үйілі. Ана топтасып шыққан бір жерін үйіл дейміз, сол сағамындай бір үйіл. Енді бұның ерекшелігі осы үйілдердің көп қайталануыменен қазақ ою өрнегі іске асады. Жалпы осының элементі қазақтың мүйіз ою өрнегін құрайтын элементтер жиыны 12-13-тен аспайды. Ал енді мен өзім зерттеп жүрген кездерде, мәселен, қазақ оюларының жалпы түрлі бұрыннан келе жатқан екі түрлі үлкен ағым бар. Біреуі өсімдік сұлбасы. Яғни біз гүл деп айтамыз ғой, гүл өсімдік сұлбалары. Енді біреуі мүйіз ою өрнегі. Өсімдік сұлбалары біздің ата-бабамыздан тартып басқа ұлттар мен басқа қанаттас көршілес және туыстас кейбір ұлттармен біздің бірлігіміз бар, тамырластығымыз бар. Өзімізше белгі болса да түп тамырластығымыз бар. Ал енді мен өзім ойлағанда, осы мүйіз деген ою өрнек біздің өз туындымыз және біздің маңдайымызға жазылған сияқты. Биылғы жылы еліміздің тәуелсіздігіне 25 жыл. Жазушы ретіндегі сіздің ой пікіріңізді білсек. Бір көздің өзінде адамдарда екі түрлі қасиет бар деп ойлаймын. Санамен де және оймен де көру. Бұл екі көзбен де қарасақ та әйтеуір табыстар бар. Табыстар әрине қуантады. Осы табыстардың жалғасты баянды бола беруіне, дами беруіне тілектеспіз. Әрқандай бір адам өзінің ұлтын сүймесе болмайды ғой. Өзің қазақ деген ұлтты сүймесе болмайды. Жеріміз, отанымыз, иелігіміз басқалай болсақ та, әрине өзіміздің ұлттық мақтанышымызды қуанамыз ғой. Нұрила апай, уақыт бөліп бізге бағдарламамызға келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Атамекенге жиі келіп тұрыңыз, шығармашылығыңыз өркендей берсін. Рахмет. Құрметті көрермен, сіздер Қытай Халық Республикасынан келген ақын, жазушы, этнограф, мемлекеттік тұлпар әдеби сыйлығының иегері Нұрила Қызықханқызының әңгімесін тыңдадыңыздар. Таңшолпан Астана төрінде жалғасады. Әріптестер, сөз кезегі өздеріңізде.